Қаныш Сәтбаев Монтайұлы Қазақстан геологтар ғылыми мектебінің негізін салушы, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясы ұйымдастырушылардың бірі әрі президенті. Павлодар облысында дүниеге келген. Сауатын ауыл молдасынан ашып, Павлодар орыс қазақ мектебінде, Семей мұғалімдер семинариясында, Томск техникалық институтында білім алған. Мұғалімдер семинариясында Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытов сынды қайраткерлермен бірге білім алған. Қаныш Сәтбаев 1941-1952 жылдары КСРО ғылым академиясының қазақ бөлімшесі құрамындағы геология институттарының директоры болған және сонымен қатар Қазақстан ғылым академиясының президенті болған. 1926-1929 жылдары кені мардымсыз өңір болып саналған Жезқазғанда ірі мыс кентасты аудан қатарына көтеруде Сәтбаевтың еңбегі өте орасан зор. Бұрынғы геологиялық деректерді зерттей келе, Жезқазған ауданының кең көлемдегі геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі нысан екендігін дәлелдеген. 1927-28 жылдары Жезқазған, Қарсақпай, Атбасар, Спасск аудандары туралы және Қарағанды көмір алабы, Қаратау полиметалл кен орындары туралы ғылыми маңызды зерттеу жұмыстарын жазған. Қазақстанның қала аудандарында Сәтбаев есімімен аталатын жүздеген көше, 40-тан астам мектеп және көптеген ғылымның ескерткіштері бар. Оның есімі Қазақстан ғылым академиясының геология ғылымдары институтына, бір қала мен ғылымшарға, еліміздің ең ірі техникалық оқу орны Қазақ ұлттық техникалық университетіне берілген. Сәтбаевтың құрметіне Жоңғар Алатауы жотасындағы мұздық пен шың, Қаратаудағы ванадий кен орнынан табылған Сәтбаевит минералы, академик Сәтбаев гладиолюс гүлі аталған. 4 мәрте Ленин, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендерімен, медальдармен марапатталған. Құрметті Сәтбаев университетінің оқытушылары мен студенттері, сіздерді ата аңызға айналған тұлға, қазақ елінің тұңғыш академигі Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың келіп жеткен туғанымен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлтымыздың біртуар азаматы қазақ халқына ғылымның жарығына алып келген тұлғамыздың бүгінде 122 жылдық мерейтойы атап өткелі жатырмыз.